Қалдарыңыз қалай? Аман есенсіздер ме? Мен қазір сіздермен бір керемет бір ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Бұл ақпаратпен жаңағы бөлісу бұл сіздерге үлкен пайдасы тиеді деген ойдамын ше. Прям мен үшін бір открытие, бір жаңадан бір нәрсені ашқандай, жаңа Американы ашқандай болып тұрмын ғой, в общем, мен үшін ше. И бұл сіздерге де иншаллах пайдасы тиеді деген ойдамын. Сондықтан соңына дейін қараңызшы. Мен осы соңғы уақыттарда көп нәрсені былай не істейтін да. Бірдеңкені жасау керек, ой келеді ғой енді, былай істеу керек деймін, бірақ оған пока ақша болған кезде жасаймын деймін да. Барлығын осы итеріп қоямын ақшаға ше. Әрекетке көшпеймін, ақшаға итеріп қоямын. Ақша болған кезде жасаймыз деген секілді. Мысалы, кухняны жасатайық, жаңағы немеді, летникті жасатайық, өйтек бүйтек деген мысалы идеялар келеді ғой. Соның барлығына ақша келсін, сол кезде жасаймыз деп мен сөйтіп итеріп қойып жүргем негізінде. Содан жақында бір сабаққа қатыстым. Сол сабақ маған толық ашып берді ғой. В общем, менің дәл солай ақшаға итеріп қоятынның барлығын дұрыс емес екенін, және менің өмірімде кейбір нәрселер болды ғой. Менің ақшам жоқ болса да, мен әрекетке көшу арқылы олар менің өмірімде болған сондай бір кейбір жаңа оқиғалар бар да. Мен ол барлығында да бар негізінде, байқап қарасаңызшы, өзіңіз іздеп көріңіз қазір немді тыңдап болғанда. Ол барлығында да бар да. Бірақ мен сол нәрсені білсем де, то есть менің жаңағы Алланың беретінін, Алланың қиыннан қиыстыратынын білсем де, оны қалай істеу керек, қалай дәл сол бір кезде жасаған нәрсемді қайтадан жасап көру керек деген жолын білмей жүріппін мен. Түсінгенім. Сонда мынандай болды да. Мен сіздер жаңағы менің егер ютубта көрген болсаңыздар, Сингапурға бардым, және именно Сингапурдағы Тони Роббинстің жаңа семинарына бардым ғой. Сол кезде мен соны біраз адамдарға айтатын, менде бар да сондай, Аллаға сенсеңіз, Алла тағала қиыннан қиыстырады деген нәрсені көп айтамын да. Жаңа маған терапияға жазылғысы келеді, бірақ ақшасы болмай жүрген, немесе мен жаңа саяхатты қазір ұсынып жүрмін, саяхатқа қатысты жаңа айтсам, ой, оған пока ақша жоқ деп, мен соның бәріне сөйтіп айтатынмын да. Мен былай сырт жағынан білемін да, Аллахтың беретінін да, бірақ нақты Аллахтың беру үшін біз қандай әрекет жасауымыз керек, соны білмейді екенмін да. Мен соны қазір сіздермен бөлісейін деп отырмын да. И сонда мен жаңағы Сингапурға неге мен барғаныма таңғаламын, себебі мен оған дейін вообще бармағанмын ғой шетелге. Бұл бір. Екінші, 1,5 жасар ғана бала бар. Бұл 2 ма, 3-ші бізде асып тасып жатқан ақша жоқ негізінде. Тіпті сол семинардың билетін алатында, және барып келетінде ақша жоқ негізінде ше. Бірақ бір қызығы, мен сол кезде мен олардың ешқайсысын ойлаған жоқпын да. И сосын мен соңғы уақыттарда мен ойланып жүрдім, мен сол кезде қалай дәл солайна мен Сингапурға барып келдім, бұл қалай болды деген нәрсе мен прям қатты ойландырып жүр. И содан сол жаңағы сабақта мен түсіндім, оказывается, мен Аллахқа керемет тәуекел еткен екенмін да. Мен Аллахтың беретініне, және мені жарты жолда қалдырмайтынына, және маған қиыннан қиыстырып сол дәл сол семинарға, дәл сол жаңа барып келу билетін барлығын Аллахтың қиыннан қиыстырып реттеп қоятынын мен сенген екенмін да. Мен мысалға да соны енді ғана түсіндім. Қалай сендім? Негізінде мынандай да, оның негізі басындағы осы ойдың қалай келгеніне тікелей қатысты. Мен енді соны предыстория айтып жіберейін, кішкене осы Сингапур, Тони Роббинс, ол менің өмірімде қалай пайда болды. Осы жерде де бір секреті жатыр. Яғни мен жаңағы сериал, ол кезде индийский сериал көретінмін. Сонда индийский сериалды көріп жатқан кезімде ерлі-зайыптылар Сингапурға келеді. Сингапур әдемі көрсетеді ғой, жаңағы керемет, енді бар ғой киноларда жаңа бір жерге келіп, жаңа күшті жүріп қыдырғандарын бәрін көрсетеді. Сол кезде вау, мен де Сингапурға барсам екен деген алғаш сондай менде желание пайда болады да. Енді мен сол кездің өзінде де желаниемді прям көз алдыма елестетіп, сол жүрген сияқты көрген секілдім. И одан кейін мен психология қызығып бастадым. Сөйтіп жүрген кезінде мен мынандай ой пайда болды. Шіркін-ай, мен бір осы жаңағы психологияны зерттеп жүрген мықты бір спикерлердің сабағын алсам деген сондай бір не болды да. Енді нақты адамды айтқан жоқпын, бірақ солай не қылдым да, жаңа армандадым. И сөйтіп жүрген кезінде бір күні мен жаңағы реклама көріп қалам Инстаграмнан. Сол кезде сол рекламада Сингапур және Тони Роббинстің семинары деген екеуі
бірге мен көз алдыма түседі ғой. Сол кезде бітті деймін ғой мен. Как будто сол кезде маған Аллахтың уже маған берген мүмкіндігі, мен мынаны міндетті түрде пайдалану керекпін. Өйткені менің қалап жүрген нәрсемді мен алдыма алып келді деген менде ой пайда болды да. Содан кейін мен осы ойдың жетегінде мен уже жаңағыдай еш нәрсе ойлаған жоқпын. Бізде оған ақша жетпейді ғой, күйеуім маған мені ол жаққа жібермейді ғой. Көрдіңіз бе? Міне мен әрбір айтып жатқан сөзім өте маңызды. Күйеуім мені ол жаққа жібермейді ғой. Ол жақта менің жаңағы семинарға билет алатын ақшам жоқ қой. Барып келетін билетті қалай аламын? Мүлдем ойлаған жоқпын. Міне ең бірінші секрет осы екен. Бірінші сізде арман, прям зажигать ететін, прям көзіңізді жандыратын, көзіңізді жайнап кететін, прям глаза горит дейді ғой. Сондай арман болу керек. Менде арман болды ма? Болды. Екінші, дәл сол арманымды мен екеуінің біріккен жерін, біріккен арманым менің алдыма шықты да, и менде уже не пайда болды? Ниет пайда болды. Бірінші арман пайда болды. Болды, мен барамын деген ниет пайда болды. Яғни мен ол жерде ойлаған жоқпын. Мен қалай, бағана айтып өттім ғой, қалай барам, қалай жүрем, ойбай, мен 1,5 жасар балам бар, еще 4 бала ғой, ол 4-ші ғой, 1,5 жасар. Мен балам бар кішкентай. Сол кезде сіздерге айтайын, үлкен баланың өзі неге 1-ші классқа барып жүрген кезде, яғни оны апарып келетін адам барлығы менің мойнымда. Қалған үшеуі, то есть екеуі садикте, кішкентай, 1,5 жасар. И мен олардың ешқайсысы қызықтырған жоқ. Неге? Себебі мендегі арман, жаңағы қалау сол өте, мысалға, мен күнделікті тіршілігім мысалда айталық, осы жерде тұрса, ал менің жаңағы арманым мына жаққа кетіп қалды да. И мынау теңесе алмай қалды, жазира түс деп айта алмай қалды да, мысалға да. Яғни не істедік? Жаңағы глаза горит, прям көзді жандыратын арман болу керек екен да, ол үшін ше. И сосын не істедім мен? Жаңағы сол нені кешке қарай көріп қалдым дағыны, сөйлестім сол аралықта. Ойбай, бұл қалай екен, қалай? Сосын офисқа келіңіз деді. Как раз Алматыда тұрамыз ол кезде. Офисына бардым ертесінде. Бардым дағын бүткіл ақпаратты естіп келіп, көзім жанып тұрып күйеуіме айттым ғой. И содан жаңағы ақшаны Алла тағала қиыннан қиыстырады ғой. Сонда жаңағы күйеуім басында енді оған ақшаны қайдан табамыз деді да қойды. Бірақ мен ішкі жаңағы нем өртеніп барады ғой менде ше. И содан бізде сол кезде жаңағы 300 мың теңге ақшаны қойып қойғанбыз да. И біз оны жаңағы кішкентай қызымның, білмеймін, кішкентай қызым әйтеуір бір той жасайын деп отырмыз, в общем ше, сол кезде. И сол кезде Аллахтың құдіреті ғой. Жаңағы сол тойды айтып жатқан тойымды, той жасаймыз деп отырған нені, не қылады ғой, қайнапам, Алла тағала қайнапама айтады, идея салады. Қайнапам жаңағы күйеуім айтады, сендер квартирада жүрсіңдер ғой, пока той жасамай ақ қойыңдар, ертең өз үйлерің болған кезде жасайсыңдар, квартирада жүріп қайып жасайсыңдар деп сөйтіп айтады ғой. Сөйтеді дағыны жаңағы тойды жасамаймыз дағын, ана ақша уже ол менің жаңағы неме кетеді ғой, семинардың билетін алуға кетеді ғой сол. Яғни Алла тағала қиыннан қиыстырды ма? Қиыстырды. И одан кейін бізде жаңағы билеттің, барып қайту билеттің бар ғой, жаңағы самолеттің билеті. И оны да тоже ол заманда еще рассрочка деген жоқ болатын да. Сол рассрочканы да Алла тағала біреулер арқылы маған естіртті. Оны да тоже жаңағы біздің қазіргі заманымыздағыдай Каспиймен бүйтіп жасай салатын емес. Онда ешқайсы жоқ, еще Каспийда жоқ қойдым, сол кезде есімде жоқ Каспийдің бар жоқ. Бірақ олар дәл мынадай рассрочка деген нәрсе қазіргідей жоқ. И бір алтын деген бір алтынай деген бір банк бар, сол банкке жаңағы неге отырып, договорға отырып, олар маған карточка беріп, сол карточканың көмегімен біз солай рассрочканы жасағымыз. И то соның өзін біреуден естіртті Алла тағала маған. Сөйтіп мен соны жасадым, олар маған одобрение берді. Сонымен ай сайын 50 мың теңге, біздің жаңағы мен басында айттым ғой, зарплата бір айдан бір айға жетпейтін еді сол кезде. Бірақ мен сол кезде қатты таңғалғам, 50 мың теңге артылып отырды. Жаңа зарплата келеді, 50 мың теңгені жаңағы неге төлейміз, ал қалғаны андай жетпей қалды, ой бұғына 50 мың теңге мына жаққа кетіп қалып жетпей жатыр деген жоқ та. И қалғаны дәл солай, бұрын қалай болды, өзгеріссіз мынау да дәл солай. Не қылды Алла тағала? 50 мың теңгеге, то есть 50 мың теңге біздің жаңа отбасының ақшасынан 50 мың теңгеге былай шыққан кезінде береке беріп қойды да. И сол 50 мың теңге мына жаққа төлеп отыр. Есесіне бұрынғы өлшем қалай, сол өлшеммен мысалда ақшамыз айдан айға солай жетпей отырған, дәл солай жалғаса берді мысалға да. Міне көрдіңіз ба? Яғни
не бұл жерде енді жаңағы нені айтайын, алла келтірді ма, келтірді. Біз не істедім сонда? Мен алла тағалаға тәуекел етіп сендім. Қиыннан қиыстырды ма? Қиыстырды. Бұл бірінші мысал. Тағы да түсінікті болу үшін екінші мысалды айта кетейін. Мен жаңағы 2 жыл бойы тісімді жасатпай жүрдім. Мына тістерім жаңағы азу тісті жасату керек болды да. Содан бір күні мен жаңағы отырдым дағы, әйтеуір бір сабақтарды тоже самый солай тыңдап, и сол кезде жоқ, болмайды дедім ғой, Жазира, болмайды. Қазір сол кезде не ғой, ақша айдан айға жетпейді. Біз көп балалы отбасымыз, көбінде жаңа мен күйеуім военный болғандықтан біз көшіп қона бердік. И көшіп барған сайын менде жаңағы жұмысқа кіре алмаймын. Сонымен тем более балалар артынан кішкентай көп жағдайда үйде отырамын да мен сол кезде. И сөйтем де жаңа күйеуімнің ғана ақшасы ол айдан айға жетпейді. Сонда сол кезде де мен отырып жаңағы тісімді жасатпай жүре бермін. 2 жыл өтіп кетті. Содан бір күн айттым да мен, жоқ, болмайды дедім ше. Жүр, неге стоматологқа барайық. Бізде сол кезде ақшамыз қалтамызда 30-40 мың теңгеден артық ақша жоқ. И сол жаңа стоматологқа барамыз. Содан олар мен тісімді айтады да, сізге уже жаңағындай не салдырту керек, имплант салдырту керек, және бірнеше тістеріңізді емдету керек. Біз уже ертең келе аласыз ба, біз уже емді бастаймыз дейді ғой. И содан кейін барып тәуекел дедік қой. Тәуекел болды, емдетемін, білмеймін ештеңке деп. Сосын жаңа ертесінен бастап қалтамыздағы 30-40 мың уже ақырында бастап кеттік та емді ше. И жаңағы 30-40 мыңды мына тіске төлесек те, біздің жаңағы үйде отбасыға жаратамыз деп отырған ақшамыз мысалы ашқап қалған жоқпыз да. Яғни оның да тоже орны келді да, оның да тоже орны реттелді да. И одан кейін имплантқа 300 мың теңге ақша да табылды. Ол ақша да тоже жаңағы күйеуінің отпускасы түсіп қалды ма, сондай болды. Оның өзінде де сол отпусканы менің тісіме төлесе де, біз ойбу тіске төлеп тастадық, уже ақша жоқ деп отырған жоқпыз да. Яғни не істеді? Алла тағала береке беріп қойды. Берді ма? Берді. Біз яғни бұл жерде не істедік? Аллаға тәуекел еттік. Дәл солайынан менің мына қазір мына көшіп келген үйімнің кухнясын ремонттау керек болған да. Үшінші мысалды айтайын деп отырмын да. Ремонттау керек болған. И біз осы ремонтқа не істедік? Бұған біз ойладық, примерно бір 1 миллиондай ақша керек. И болды енді ақша кейін кезінде, сосын не қыламыз, ақша болған кезде реттейміз деді. Жүре бердік. Оған уже 5-6 ай өтіп кетті. Содан мен сол жаңағы басында айттым ба, жаңа сабақ қарадым. Сол сабақты қараған кезімде бүйтіп өзіме сұрақ қойдым да, менің жүрегім не қалайды? Бүткіл нәрсе жүректе дейді да. И сол кезде менің жүрегім бірінші кезекте осы үйдің жаңағы несі ойыма келді ғой. То есть идея болып келді. Осы үйді реттеу, ремонтты осы идея болып келді. И не істедім? Тұра сала үйдің бірінші күні жаңа кухняға жетпей-ақ, мына бер жағындағы бүткіл нәрсені төңкеріп, орындарын ауыстырып, кәдімгідей реттеп тастадық та. И екінші күні кухняны қопарып тастадық. Аллаға шүкір, кухняның өзінде де тәуекел еттік па, Аллаға сендік па, бізде ақша жоқ деп отырған жоқпыз да, әрекетке көштік па, Алла тағала қиыннан қиыстырады. Дәл соған қажет нәрселер келтіріп жатыр. Біз уже кухняның біраз нәрсесін жасап қойдық. Енді кухняның кухонный ауыстырайын деп отырмыз да. Бізде қолымызда қазір нақты ақша болмаса да, біз Аллаға тәуекел етіп әрекетті бастап кеттік. Иншаллах, ол да тоже реттелетін болады. Оны да тоже Алла қаласа не істейтін боламын. Осы жаңағы ютубқа шығаратын болам. Сондықтан да бұл 3 мысалда да мен не айтып отырмын? Түсіндіңіз ба? Ең бірінші нәрсе сізге идея келеді. Ой келеді. Осы ойды бірінші жүзеге миыңызда асырасыз. Кәдімгідей бірінші идеяны жаңағы ойыңызда жүзеге асырасыз. Мына жүректен шығады. Шынымен де сізге керек па? Керек. Және ол сіздің жаңағы бағанағы айтқандай глаза горит дедім ба, не дедім? Көз жанып тұратындай нәрсе болу керек. Және надо, ересек позициясына ше, мен бұны жасамасам болмайды, тіс секілді ше, мен бұл тісті жасатпасам болмайды, мен уже 2 жыл отырдым осы тіспен деген секілді, уже надо деген осындай арттан итеретін күш керек. Міне осы или мынау жаңағы көзді жанатын, немесе жаңағы надо деген несі керек та. Осы екеу, или біреу, или былай ғой, в общем, сондай идея керек. Сосын соны мида жүзеге асырасыз, кәдімгідей бүткіл нәрсені бәрін реттеп, мида бәрін реттеп аласыз. Содан кейін барып не істейсіз? Әрекетке көшесіз. Яғни Аллаға тәуекел етесіз. Алла тағалаға тәуекел етесіз, әрекетке көшесіз. Яғни Алла тағала қиыннан қиыстырады деген нәрсе осы жерде жасайды. Еще тағы бір мысал есіме түсіп отыр. Менің әке шешем
ауылдан көшіп келген кезінде мен тұрмысқа шығып кеттім. И сол кезде олардың ақшалары, мені ұзатуға, ауылдағы үйді сатып келген ақшалары Алматыға көшіп келді ғой енді сол кезде, мені ұзатуға кетіп қалады да, и олардың ақшасы қалмайды. Содан кейін оларға жаңағы туысқандары әйтеуір біреусі жаңағы жермен көмектеседі, екіншісі кірпішпен көмектеседі деген секілді, сол кезде олар қалайда жер алып үй салу керек деп сондай ниетпен жүреді ғой. Сөйтіп жерді алады, бірдеңе қылып әйтеуір содан жаңағы жерді алғаннан кейін бітті. Уже сол жерге не істейді ғой, барып алады. Құр жерге сол жаңағы жаздың кезі андай не салып немеді, үйшік секілді бірдеңкені жасап алып, соның басында қонып әйтеуір сөйтіп. Сол кезде мамам әлі күнге шейін айтады ғой, біздер сол үйді салған кезімізде қалтамызда бір тиын ақша болған жоқ дейді. Бірақ әрекетке берекет, сол үйді салу үшін Алла тағала қиыннан қиыстырып, жан-жақтан ақша келіп, солайынан салынып кетті дейді. Міне көрдіңіз бе? Яғни сіз егер де бірдеңені бастау үшін оған ақша жоқ қой деп жүре берсеңіз, жүре береді екенсіз. Ақша өзінен өзі келмейді екен. Бұл бүгінгі айтылатын ең маңызды ақпараттың екіншісі. Ақша өзінен өзі келмейді екен. Ақшаны сізге келу үшін сіз нақты, сізде бір конкретный идея немесе жаңағы надо деген нәрсе, нақты жоспар, идея болу керек екен да. И және сіз оны бағанағандай әрекетке уже болды, сізде ақша жоқ болса да болды, уже әрекетті бастап кетесіз. Ар жағынан Алла тағала қиыннан қиыстырып қояды. Яғни бұл жерде басты нәрсе Аллахқа тәуекел етесіз және әрекет етесіз, Аллахтың беретініне сенесіз. Аллах береді дегенде Аллахтың қиыннан қиыстыратына деген сөз өте күшті жақсы көремін да. Жоқтан бар жасайды ғой Алла тағала ше. Вот қиыннан қиыстыратына сенесіз. Яғни әйтеуір бір ебін табады Алла тағала ше. Сізге бір жерден уже болды, маған үйде бір жерге ақша керек деп емес, ебін табады ғой Алла тағала. Қиыннан қиыстырады, жаңа менің мысалдарым секілді. Сондықтан да осындай жағдай жаңағы бізге өте керекті маңызды ақпарат. Мен осыдан өте үлкен сабақ алдым. Альхамдулилля, қазір мен осыны бір рахаттана бөлісіп отырмын да. Сондықтан да сіз де егер соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде бөлісіңіз, міндетті түрде сақтап алыңыз, міндетті түрде астына комментарий жазыңыз. Сол кезде бұл осы айтылған ақпарат барынша көп адамға көрінетін болады да. Соның есесіне қаншама мен секілді менің жасап жүрген қателіктерімді осыған дейін ұзақ көп нәрсені осылайынан жаңағы ақша болған кезде жасаймын деп жүре беріппін да, оказывается. Вот осындай қателікті жасамайды да зато есесіне. Сондықтан да бөлісейік. Өте күшті ақпарат болды. Рахмет сіздерге осы сабақты, осы жаңа видеоның соңына дейін көргендеріңізге. Ал жақсы, келесі сабақтарда кездескенше.